Бәріне сәлем, бүгін сіздерді қызықтырған сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Менің арманым бар. Төзімділік қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Балдардың бәрі бірге тұрады. Сіздің ойыңызша, бұның қандай жақсы жері бар деп ойлайсыз? Мен ойымша, балдардың бәрі бірге тұрғаны ол жақсы деп ойлаймын. Себебі біз күнделікті бір-бірімізден тұрып, бір-біріміз туралы жақсы заттар білеміз, бір-бірімізді жақсы тани білеміз. Лично, по-моему, плюсы достаточно важные. Мы всегда делимся друг с другом хозяйственным опытом. Мы уделяем друг другу больше времени. Әр адам әртүрлі демекші, әр адамның ойы басқа, әркім әртүрлі өмірге үйренген, және де бірге тұрып, бір-бірімізге шыдау, бір-бірімізге ол өте қиын, түсінем. Бірақ та бір жақсы жері, әркімнен әр нәрсе алатын жері бар. Меніңше группа үшін, топ үшін, ең бір-біріміз тану үшін ұтымды жолдың бірі бірге тұру. Можно попросить пасту для зубов. Әрқайсысы өзінің өнердегі тәжірибесімен бөліседі, және де жақсы көңіл-күй сыйлайды. Жақсы уақыт өткіземіз солармен. Совместное проживание сказывается на нас очень хорошо. Думаю, это очень положительно для группы, именно для нашего пути. Это необходимо, потому что мы таким образом чувствуем друг друга. Расскажите о своем нынешнем психологическом состоянии. Психологическое состояние иногда бывают депрессниковые дни, то есть у меня иногда бывают дни с психологическим состоянием депрессниковым. Нынешнее состояние, в принципе, нормально. Возможно, вначале я немного стеснялся, из-за этого что-то было не то. А сейчас все нормально, я с пацанами на одной волне. Менің соңғы кезде жалпы қалай айтсам екен, бақытты болып жүрмін деп айта аламын, мысалы. Өзім дебютқа жақындаған сайын өзімде басында жауапкершіліктер көбейіп жатыр. Және де сахнаға қалай шығуым, қалай болады, бәрі қалай болады екен. Үмітін ақтаймын ба, қасымдағы адамдардың, жанымдағы адамдардың үмітін ақтаймын ба? Қазіргі уақытта менен бұрынға қарағанда күлкі көбірек, уайым аз. Тек қана мотивация, жеңіске деген ұмтылыс бар. Я потихоньку развиваю себя. Вообще, я был до Seven Light очень закомплексованным, и парни помогают мне раскрыть себя. Сол дебют жайлы уайымдаймын, кішкене уайымшыл адаммын. Қалай болады, қалай шығады екенбіз. Кішкене сол уайымдатады. Мое психологическое состояние абсолютно сосредоточено на Seven Light, на планах, на движении вперед. Сіздерде өзара ұрыс-керіс болып тұра ма? Негізі болады бізде ұрыс-керіс, но бірақ та бізде жұмыс уақытында, например, бидің уақытында жаныс поставить, либо леверс поставить, ненің ән жазған уақытта студия жағынан кішкене меңдетіп тұрсам. Бірге 7 бала тұру, бірге 7 адам өмір сүру, ол оңай емес. Әрі біз әлі жаспыз, кикілжіңдер әрине болады. Кез келген топта, немесе кез келген мүшеде келіспеушіліктер, немесе бір-бірін түсініспеушіліктер көп болады. Бірақ арты жаман затпен аяқталмайды, бәрі жақсы болады. На самом деле ругаемся мы очень редко, конфликтов тоже, да, толком серьезных у нас не было. Так что мы вполне очень дружные. Анда-санда болып тұрады, бірақ ол кішігірім нәрселер. Сол үшін оны тез-тез жоқ қыламыз, тез-тез тату алсамыз. И иногда бывает. Я думаю, это в принципе нормально, потому что мы все люди, мы все личности, и у нас у всех есть своя точка зрения. Она иногда может не сходиться, конечно, но в принципе это нормально для людей. Конечно, мы ругаемся,
Во-первых, потому что мы парни. И каждый из нас абсолютно разный. И без этого не обойтись. Но главное всегда найти компромисс и решить проблему на месте. Жалпы үйде бізде шеф-повар, жалпы мен деп мақтанады. Бізде шеф-повар мен және де Леви екеуміз тамақ жақсы әзірлейміз. Біз үйде кездесуліктер болып қойдық. Бірінші күні мен, Тәчи екеуміз, екінші күні Марк пен Жан, үшінші күні Эйр мен Кайл, жоқ, Эйр мен Леви, сосын Кайл. Да очень просто. У нас 7 пацанов. За один день отвечают 2 пацана и так далее. И раз в неделю у нас проходит генеральная уборка, так что мы живем в чистоте. Сай екеуміз кезектесіп тұрамыз, иногда посуда жуады Сай, иногда мен жуамын посуда, но бірақ та посудан көбінесе Сай жуады, өйткені мен көп тамақ пісіремін. Кайл тамақ істесе, мен ыдыс жуамын. Каждый берет на себя свою территорию и убирается. Также и по еде. Кто из участников вам близок по духу? В моем случае каждый участник мне близок по духу. Былай қарасаң, топта бәріміз бір-бірімізге жақын дос, сондай бауыр болып қалдық. Қайсы ең жақын екенін білмей жатырмын. Менімен жақсы көңілім тауып жиі сөйлесетін ол Жан сияқты. Эйрмен жақын қарым-қатынастамын, өйткені екеуміз көп бірге жұмыс істеп қаламыз. Әннің сөзін жазғанда, либо ән жазғанда. Да, Марк, очевидно. Бірақ та ең жақыны Тачи болып келеді маған. Дядя Акзам. Нам известно, что Марк очень гиперактивен, особенно перед сном. Это правда? Негізінде гиперактивен. Именно Марк пен Жанның комнатасында хайвай вечно. Мне кажется, и потом он Жаннан сұрау керек сияқты. Он всегда достает меня и шутит надо мной. Если бы он не был таким, то он бы не был Марком. Сегізінші сұрақ, Кайл біздің топта сабақпен бірге, стажерствоны бірге алып жүрген бала. Және сол стажерство оның сабағы оның жұмысқа әсер тимей ма? Жоқ, Кайл өте талантты, потенциалды жігіт. Үйренетін нәрселерді үйреніп жатыр. Барынша үйретіп жатырмыз. На Кайле сказывается немного учеба, потому что, например, на танцах или при записи песен он ходит сонный. Но он хорош, он не сдается, он старается. Мы знаем, что Леви является одним из главных танцоров группы. Но что вы можете сказать о его вокальных данных? Леви рэп жағы жақсы десем де болады. Өйткені тырысып жүреді, барынша тырысып жүреді. Прям өзінде 100%-ке беріледі. Его сила в том, что он всегда развивается. Его навыки, я думаю, они безграничны. Эйр өзімшіл ме, әлде оның имиджі ма? Эйр, нет, он никак не высокомерный, он парень очень хороший. Возможно, так может показаться с первого взгляда, но стоит его узнать поближе, он очень добрый и отзывчивый парень. Негізі Эйр высокомерный бала емес, қарапайым бала, бірақ өзім мінез сондай ғой деймін. Басында бізде танысқанда бірінші рет көргенде мен таңғалған болатын, ал өзі сондай ма деп едім. Бірақ кейіннен біле жақын таныса келе түсіндім, ол үйде де сондай, кез келген жерде сондай екен, мінезім өзі сондай екен. Шын айтсам, Тачидің бұрынғы топ жайлы, сол топта болған білмедім мен. Білмеймін да. Ал қазір ол өте талантты, әнді жазады, сөз жазады. Өте жақсы жігіт, өте талантты. Да. Я знал Тачи, когда он был в другой группе. Различие между тем Тачи и Тачи Seven Light
очень большое. И сейчас в Seven Light он абсолютно другой. Это талант. Это правда, что Сай начал писать текста к вашим песням для дебютного альбома. Что вы можете сказать о его навыках? Сай на самом деле очень амбициозный паренек. Он хочет, он помогает в написании текстов, дает крутые идеи в хореографии. О его навыках на самом деле он хорош, он просто молод, ему не хватает немного опыта, но у него крутые идеи, и если он это развит, это будет просто бум, это талант. Жалпы Сай өте еңбекқор, талпынысы жоғары жігіт, үнемі талпынады, бір сәт ол зат қолынан келмесе де, соны істеп, до конца істеп, доказывать еткен жақсы көреді. Біз қазіргі таңда әндер жазып жатырмыз, ән болғанда жалпы альбом жазып жатырмыз, соған текстке көп көмектеседі. Жанның шын келбеті ол қандай адам? Негізінде Жан осы уақытқа дейін көп нәрсе істеген, көп нәрсе өз-өзіне қалай түсіндіру, доказать етіп келген, өз-өзіне доказать еткен, көпшілікке доказать етіп келген кейіпкердің бірі. Негізінде ол адам өз-өзімен қалай жұмыс жасау керек екенін, өз-өзімен біреумен қалай жұмыс жасау керек екенін білетін адам. Кейбіреуіне идол болатын адамдардың бірі. Негізінде Жан бәрімізді уайымдайды. Бәрімізді жинады, бәрімізді уайымдайды. Үлкен жауапкершілік тұр оның мойнында. Лидер болғандықтан көп жауапкершілік Жанның мойнында. Біздің вокал жағымыз, немесе би жағымыз сәл дұрыс істемей қалсақ, дұрыс болмаса, жалпы вокал, би жағы демек қой, өмірде де бізге жауап, бізге жалпы қарап, бізге дұрыс жолын беріп жүретін лидер. Сондықтан да уайымдаймын кейде, дұрыс істемей қайтсақ бір-біріне ашуланып қалады, ашуланады. Lime Pride сіздерге қандай талаптарды қойды? Мы гуляем намного реже, чем до стажировки. Нам нельзя вести соцсети, личные инстаграмы, ВК и так далее. Соцсети. Нам нельзя общаться с девочками, да. То есть нельзя находить себе вторую половинку. В принципе, ясно почему. Тамақ жағынан Lime Pride'тың өзінің менюі бар. Сол арқылы тамақтанамыз. Кез келген нәрсені алып жей бермейміз. Ол жағынан қаталдық бар. Общественный жерде да, адамдар көп жүретін жерде бізге көп жүруге болмайды. Телефон жөнінде де, телефонды алып кетеді, біздер анда-санда соның кесірінен жексенбі сайын ата-анамызбен сөйлесіп тұрамыз. 15-ші сұрақ. Біз ұзақ уақыттар бойы өз туысқандарымыздан, ата-анамыздан алыс жерде тұрдық. Оларға хабарландыру жібердім. Сообщение жіберіңіз дейді. Ата-анамды қатты сағындым. Сіздерге сәлем жолдап қояйын. Мама, папа, сіздердің арқаларыңызда бір рахмет. Қарындасым, інім, бәріне сәлем жолдаймын. Привет, мам. Как дела? Не скучайте. Пап, вам тоже привет. Я вас целую. Я тоже безумно скучаю. На протяжении этих 3 месяцев меня всегда поддерживали мои близкие, моя мама, сестра, тетя, бабушка, сестры. Я хочу сказать вам большое спасибо, эта поддержка мне очень помогает, если честно. Спасибо большое, я вас люблю. Сәлем, мам, пап, қалайсыңдар? Хочу сказать, мама, папа, не переживайте. Я сыт, я тепло одеваюсь. У меня все хорошо, и хочу передать вам большой привет. Мама, тәтеу. Сіздерді өте қатты жақсы көрем. Сіздерге сәлем. Мысығыма қарап жүріңіздер, ә?
Sana sen istersen Tatakız Oya 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 Nuru koydun tahta düzüne Yüzünde Ala 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 Al senin beynin Düşünmeyene de dayan Oh babe Gözüsü silme Yüreğimde mi borayma Bugün yerde Sökülen yerde bağlayıp tavkan Menime жүрсен ғажаптанды күнде Болады сезімі тек сенімен ғана Шарабылырып қарағанда Бәрімізді тоқтағанды көтем Еркелететін сені бойыңа Oh мамай, oh мамай Сөніксің неткен айнала жарым кететін көктем Oh мамай, oh мамай Сәбилік тәтті күткі тек сүйіктім өзіңде Love is never stronger Seni boymayız Love is never stronger Seni boymayız Қамшының көзінде Сенсіз кеудем өртеп Неге күнтін алмасы барсам бұрын басым деп Дәсіне жоқ ешкімде Бөлемеміз екіге Үші сезімде мен сездім оны сенен екі есе Мен көз алмай бір сәтте қалсам кел өзілмей Өзіне тұрмай тамсына қарайым көзімді ілмей Сенің күлкіңе сен жоқ мені күттірме сен сол балам ессіз ғашық бол мен бол биза Сені егерден бағайдамай менімен жүрсең ғажаптанды күнде Болады сезіммен тек сенімен ғана жанарым бағайып қарағанда бар әлемізде тоқтағанды күтем Еркелететін сені бойымызды Oh мамай, oh мамай Сөніксің неткен айнала жарым кететін көктем Oh мамай, oh мамай Сәбилік тәтті күткі тек сүйіктім өзіңде Love is not stronger Сені бойымызды Love is never stronger Сені бойымызды Ашығын айтсам бәріне Тәттіге құмарым әлсіз болған Шиеді ерменен ауыз түмей Бөліп кете алмайды тентеген жолдан Сені маған тапсырды түзі Тәттілігім тәтті өкшеге дейін Бәрін жетпеймін зәреттіме Болса жабық сені киемін Oh